Үйлер, көліктер биік дегенмен адамның санасы төмен деңгейде екен. Дұға айтуды үйреніп қайтайықшы осы қазылықтан ше. Кең. Қалай кең? Қиямет қайымға дейін ұрпақтарымыз елдің көз қуанышы болатын, елдің батасымен жүретін ұрпақтардан болуды нәсіп етші. Өйткені сіздің дұғаңыз қайтарылмайды. Алланың қонағы болып барып тұрсыз. Біз арабтарға емес, біз Аллаға қонақ болып жанымызды байытуға бар жатырмыз. Біз арабтарды байытуға бар жатқан жоқпыз. Былтыр Қазақстаннан 5081 адам қажылыққа барды. Ал былтыр Қазақстаннан шетелге 120 мың адам демалуға барды. Біз жанымызды байытуға, рахаттанып, қағбаны көріп, зәмзәмді ішіп, жүрекке кектерді кетіріп, зәмзәмді шеп-шеп. Мына жерде кек толып қалғаннан кейін басқа біреуді жақсы көре алмай қалдық. Кемшілігін жасыра алмай қалатын болдық. Бір хадис айтып отқандай қылып айтатын болдық қой жұрттың кемшілігін ше. Адамдар жанын байыту үшін 50 мың долларға айғыр сатып алып жатыр. Адамдар жанын байыту үшін 15 мың долларға ит сатып алып жатқандар. Ит. Біздің елде үйлер, көліктер биік дегенмен адамның санасы төмен деңгейде екендігіне сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Сондықтан қажылықтың бір сыры санамызды кеңейтші. Ұрпақтарымызға да сондай сана берсін деп Құдайдан сұрап қайтайық.